Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жүрек қан тамыр жүйесінің патофизиологиясының бірінші бөлімі. Ең алдымен патофизиология кіріспес бұрын біз жүректің гемодинамикасы қалай жүретінін бір еске түсіре кетейік. Ең алдымен бізге оң жақ жүрекшеге веналық тамырлар, яғни төменгі және жоғарғы қуыс веналар арқылы оң жақ жүрекшеге бізде веналық қан келіп құяды. Одан оң жақ қарыншаға, одан өкпе сабауы арқылы өкпеге қан барып, ол жерден оксигенация процестері, яғни оттегі газ алмасу процестері жүріп, одан өкпе веналар арқылы артериал қан сол жақ жүрекшеге келіп құяды. Сол жақ жүрекшеден қан сол жақ қарыншадан аорта арқылы бүкіл қан айналым, яғни адам организмінде қанды тасымалдайды. Енді жүрек өзі қай кезде қанмен қоректенеді? Жүректе екі фаза бар. Олар систола және диастола, екі фазасы бар. Систола кезінде жүрек жиырылады, диастола кезінде жүрек босаңсиды. Ал жүрек диастола кезінде ол өзін-өзі қанмен қамтамасыз етеді. Яғни, мына бізден шыққан аортаның жоғарылаған бөлігінен бізде екі тәждік артерия, оң жақтық және сол жақтық екі тәждік артерия кетіп, одан бізде жүрек қанмен қамтамасыз етіледі, яғни диастола фазасында. Бізге адам жүрегі жылдам соғу не үшін зиянды? Себебі жүрек ол кезде толық қанмен қамтамасыз етіліп үлгермейді. Енді біз қанды айдау үшін де бізге қысымдар қажет. Ол қандай қысым? Ол артериалдық қан қысымы деп аталады. Артериалдық қысымы қалыпты жағдайда 120 мен 80 деп алатын миллиметр сынап бағанасын тең деп алатын болсақ, кейбір адамдарда ол 90-60-та да жүруі мүмкін. Бірақ оның өзінің күнделікті қан қысымы болып табылады. Оған 120-да 80, мысалы басын ауыртып, гипертензиялық белгілерді байқатуы мүмкін. Сондықтан да адамнан біз қалыпты қан қысымыңыз қанша деп сұрайтын боламыз. Артериалық қан қысымы неге тең? Артериалық қан қысымы ол қанның минуттық көлеміне және де перифериялық тамырлардың жалпы қарсыластығына тең болады. Яғни оны орысша айтатын болсақ, минутный объем крови и общее сопротивление периферических сосудов болады. Ал біздің қанның минуттық көлемі бұл қанның соққылық көлемі, яғни бір рет жүрек соққан кезде қанша қан айдайды, соған тең болады, және де бір минутына жүрек қанша рет жиырылады, соған тең болады, яғни ЧСС пен қанның минуттық көлеміне. Қанның минуттық көлемі жүректің жиырылу жиілігі мен қанның соққы көлеміне тең болады. Енді біз жүректің негізгі 4 қасиетін ажыратамыз. Олар қозғыштық, өткізгіштік, жиырылғыштық, автоматизм. Бұларға менің каналымда жеке видеолар бар, кіріп көрсеңіздер болады. Енді біз патофизиология болғандықтан бірден адам организмінде жүректің негізгі бір қызметі бұл қан айдау және де органдарды қанмен қамтамасыз ету. Енді біз жүрек қызметін нашарлайтын болса, яғни басқа тіндерге қан жеткіліксіз барады. Жеткіліксіз барғандықтан бізде патофизиологиялық өзгерістер пайда болады. Не үшін енді жеткіліксіз баратынын себебіне тоқталайық. Бұл жерде 4 түрлі себеп пайда болуы мүмкін. Яғни гиповолемиялық себеп, айналымдағы қан көлемі аз, соған байланысты органдарға қан жетпей жатыр. Ол неден болуы мүмкін? Ол сусызданудан, көп сұйықтық жоғалтудан, қан кетуден болуы мүмкін. Бұны гиповолемиялық деп атаймыз. Бұның аса бір қиындығы жоқ. Одан кейінгі бізде жүректік, жүрек қан тамырлық және бірлескен. Жүректік, жүрек қан тамырлық, гиповолемиялық осы үшеуі немесе екеуі бірлесетін болса, онда біз бұны бірлескен қан жеткіліксіздігі деп атаймыз. Енді одан кейінгі біз екінші себебі бұл жүректен себеп болатын болса, енді біз осы жүректікке тоқталайық. Жүректікте негізінен 4 түрлі себептердің салдарынан болуы мүмкін. Яғни олар жүктемеден, біріншілік миокардтың зақымдануынан, біріншілік перикардтың зақымдануынан және аритмия салдарларынан біз жүрек қанды органдарға дұрыс тасымалдамауы мүмкін. Енді біз жүректің жүктемеден зақымдануын алатын болсақ, жүктеме бізде екі түрлі болады. Ол жүрекке дейінгі және де жүректен кейінгі. Жүректен дейінгі деген кезде біз жүрекке дейінгі, яғни жүрекке келе жатқан қанда қандай да бір проблемалар бар. Яғни ол аз болуы мүмкін, немесе жүректің клапандарында стеноз немесе жеткіліксіздік болуы мүмкін. Соның салдарынан бізде жүрекке дейінгі проблемалар болады. Соның салдарынан бізде
жүрек қанды дұрыс айдай алмайды, яғни жеткіліксіз клапандардың жеткіліксіздігі болатын болса, жүрек диастала фазасында да систола фазасында да жүрек қанға толып тұрады. Ал стеноз болатын болса, ол клапандар арқылы ол жерден қан дұрыс айдалмай қалады. Соның әсерінен бізде жүрек қан айдауында қандай да бір мәселелер туындайды. Одан кейінгісі жүректен кейінгі дегенімізде, бұл бізде аортада немесе артериолаларда қандай да бір спазм болуы, ол жерлердің тарылып қалуы, аорта клапандарының стеноздары жатады. Енді біз осы жүктеме кезінде жүрек өзі бейімделе бастайды, яғни жүректің компенсациялық қабілеті болады. Жүректің компенсациялық қабілетін біз екіге бөлеміз. Ол қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді. Қысқа мерзімнің өзінің екі түрлі жолмен жүруі мүмкін. Яғни қысқа мерзімді компенсациялау кезінде жүрек не жиырылу күшін арттырады, не болмаса жиырылу жылдамдығын арттырады. Жаңелде біз айттық қой, минутный объем крови бұл тең болады бізде жүректің соққы көлеміне, яғни бір рет соққан кезде қанша көлемдегі қан айдайтыны және де жүректің жиырылу жылдамдығына тең болады дедік. Енді осының екеуін де көбейту арқылы біз жүректің күшін арттыра алады екенбіз. Енді біз бұл жерде Франклин Старлинг деген заңы бар. Бұл кезде айтады, кардиомиоциттерді неғұрлым диастола фазасында ұзаратын болса, систола фазасында соққы күші соғұрлым артады. Яғни систолалық соққыны арттыру үшін диастола кезінде жүрек қанмен толығады және де сол арқылы өзінің қуатын арттырады. Көп көлемде қандай дейді, соның әсерінен организмге қанды жеткізе алады. Одан кейін біз жиырылу жылдамдығын арттырамыз, яғни тахикардия. Бұны Бен-Бридж рефлексі деп аталады. Бұл жүректің қысқа мерзімді компенсациялау механизмі болып табылады. Енді жүрек ұзақ мерзімді компенсациялау механизм бұл жүректі гипертрофиямен аяқталады. Негізгі жүректің гипертрофиясы жүректің ұзақ мерзімді компенсациялау механизмі үш түрлі сатыдан өтеді. Олар біріншісі авариялық, екіншісі гипертрофиямен аяқталатын жүректің гиперфункциясын салыстырмалы түрде өтейтін фазасы. Одан кейін үшінші сатысы кардиосклероз, яғни авариялық кезінде жүректің бүкіл қызметі күшейеді, яғни ол жерде амин қышқылдар көбейеді, майлар, қанмен қамтамасыз етілу барлығы да күшейді де, соның әсерінен бізде келесі саты гипертрофиямен аяқталатын жүректің гиперфункциясын салыстырмалы түрде өтейтін фазаға ауысады. Бұл екінші фаза медицинада өте ұзақ болып табылады. Яғни бұлар ұзақ жылдар бойы жүруі мүмкін. Тіпті бұны адам білмей дүниеден өтіп кетуі де мүмкін, яғни басқа бір аурулар салдарынан немесе жеткіліксіздіктер салдарынан. Енді гипертрофияның өзінің бұл жүректің қызметін қалыпқа келтіріп отырады, яғни қалыпты жүрек қызметін атқара алады гипертрофияланған жүректің өзі де. Бірақ та бізде қазақтарда айтады, таяқтың екі ұшы бар деп. Яғни ол кезде бір жағынан бұл адам организмін қанмен қамтамасыз етсе, екінші жағынан ол жүректің өзін зақымдауы да мүмкін. Енді ол қалай? Біз мысалы мына жерге кардиомиоциттерді салатын болсақ, осындай бір кішігірім кардиомиоциттерді сала салайық. Қазір қалыпты жағдайда осындай кішкендей болатын болса, ал бұлар гипертрофияланған кезде мынандай бір көлемге ие болады, яғни өте үлкен болады. Өте үлкен, жай ғана ұқсаса болды. енді мына жерден қан тамыр өтсін, мына жерде нерв өтсін, мына жерде ядро, митохондрия болсын. Енді бұл жерде қандай бір бізге керек емес зат бар. Бұл жерде гипертрофияланған жүрек кезінде қан тамырлары, мына жерден мысалы мына біреуін қан тамыр деп алатын болсақ, қан тамырлары, нерв дейтін болсақ, нервтері бұлар ұлғаймайды, дәл мына күйінде қалады. Ядролары барлығы да сол күйінде қалады. Бұл кезде қандай көрініс береді? Бізде бұларда ядролар көбей алмайды, митохондриялар өз қызметін атқара алмайды. Қанмен қамтамасыз етілмеген соң, мына аймақтарға қан бармаған соң, бұл жерлер
қоректенуі нашарлайды, нерв импульстері бармаған соң, мына аймаққа жете алмаған соң, бұл жерде қандай да бір аритмиялар пайда болады. Енді бұлар бізде жүректің ишемиялық ауруларына, инфарктке, стенокардияларға көптеп жиі алып келеді. Осы гипертрофия салдарынан бізде жүректің өткізгіштік қасиеті жоғалады. Және де осы жерлер уақыт өте келе бұл жерге склероздана бастайды, фибрин жіпшелері пайда болады. Соның салдарынан бізде үшінші сатысы кардиосклероз, яғни жүректің тыртықтануы пайда бола бастайды. Жүрек тыртықтанады да оның жұмысы дұрыс атқарылмайды, және тыртықталған жерден бізде жүректің импульсі дұрыс өтпейді. Соның салдарынан адамда көптеген қан айналым жеткіліксіздік симптомдары пайда болады. Енді жүректе енді біз жүректі алатын болсақ, жүрек ол бір сөзбен айтқанда өзін-өзін құртады деп те санайды. Яғни бізде бұл жүрек қанды айдай алмаған соң, ол жерде веналық қан тамырларында іркіліс пайда болады. Веналық қан тамырларында іркіліс неден пайда болады? Ол жүрек өз қызметін атқара алмай жатыр, қанды айдап жібермейді, жүрекке қан толады, ал мына жақта веналарда тағы да қан келіп жатыр. Соның әсерінен жүректе өте қан көп жиналады. Одан кейін біз мына қазір көрсетемін. Мына вена кава superior inferiorда бізде волюморецепторлар, яғни қанның көлемін сезетін рецепторлар болады. Ол рецепторлар не істейді? Олар қозады да, олар миға импульс жібереді. Миға импульс жіберіп, тамырларды қысатын бүйрек үсті безінен адреналин, норадреналин бөле бастайды. Ол қан тамырларын тарылтады. Соның әсерінен бізде қысым тағы да күшейеді. Одан бізде қан тамырлар тарылған соң бүйректе ишемиялар пайда бола бастайды. Бүйректе ишемия пайда болған соң, ол өзінен гломерулар аппараттан ренин ангиотензин жүйесін іске қосады. Ренин ангиотензин жүйесін іске қосқан соң, ол жерде АФФ1, АПФ2-ге айналып, одан ары қарай ренинді активтеп, ренин ол ары қарай немелерді альдостеронды бөле бастайды. Сөйтіп альдостерон ол өзімен бірге бүйректен натрийді ұстап, натрий ол өзімен бірге суды ұстап, соның әсерінен қайтадан гиперволемияны шақырып, бір сөзбен айтқанда жүрек өзін-өзін құртады. Бұны немесе біз кері айналып соғу шеңбері деп те атасақ болады. Яғни жүрекке қан көп келіп жатты, ол миға жіберді, ми бүйрек үсті безінен адреналиндерді бөлді, қан тамырлары тарылды, одан кейін бүйректе ишемия болды, одан кейін бүйректе ишемия болған соң гломерулар аппараты арқылы ренин ангиотензин альдостерон жүйесін іске қосты, ол қайтадан бізде организмімізде қанды көбейтті. Соның салдарынан жүрекке тағы да қосымша күш түсірді. Енді бұл бізде бірінші жүктемелік болған. Енді веналық іркіліс кезінде адамдарда қандай көрініс береді? Веналық іркіліс бұл үлкен қан айналым шеңберінде және де кіші қан айналым шеңберінде болуы мүмкін. Егер де оң жақ жүрек істемейтін болса, яғни оң жақ қарыншалар дұрыс жұмысын атқармайтын болса, онда веналық іркіліс бұл аяқтарда көрінеді, яғни аяқтар ісінеді, ауырсынады кешке қарай көбінесе. Ал кіші қан айналым шеңберінің іркіліс болатын болса, онда ол өкпеде пайда болады. Өкпеде қан толып, ол жердегі өткіштіктер артып, капиллярға ауа кіріп, ол жерде жүректік астманы пайда болуы мүмкін. Ол бізде адамда ентігумен көрініс береді. Отырған кезде оның жағдайы жақсарады. Артериялық қан қысымы басында біз жаңағы айтып кеткен ренин ангиотензин альдостерон жүйесін активтеу арқылы ол қан қысымын басында жоғарылатуы мүмкін. Яғни адреналин, норадреналин, жаңағы ренин ангиотензин альдостерон жүйесі, бірақ та ақырындан жүрек жұмысын толық атқармаған салдарынан артериялық қан қысымы басында жоғарылап, кейін төмендейтін болады. Одан кейін біз ісінумен көрініс береді, яғни көбінесе ол аяқтарда ісінумен көрініс береді, бастапқы сатыларда тобықтан басталады. Одан кейін цианоз. Цианоз бұл оттегі дезоксигемоглобин, яғни дұрыс өндірілмеген
дұрыс оттегімен қанықпаған гемоглобин салдарынан бізде цианоздар пайда бола бастайды, яғни адамдар көгереді, акроцианоздар, мұрын үштері, ерін ұштары көгере бастайды. Бүгінгі видеомызда біз қан айналым жеткіліксіздігінің жүректік себептен және де оның біріншісі жүктемеденге тоқталдық. Келесі видеомызда біз қалғандарына тоқталатын боламыз. Әзірше видеомыз осымен соңына жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпайық.